Түркістан облысы Төле би ауданына қарасты Мәдени ауылында балалар мен ересектерге арналған ойын алаңы ашылды. Бұл оқиға ауыл тұрғындары үшін үлкен қуанышқа айналды, себебі балалар мен зейнеткерлерге арналған жаңа демалыс орны пайда болды. Салтанатты ашылу рәсімінде дәстүрлі қызыл лента қиылып, әлеуметтік нысан ауыл игілігіне берілді. Қош келдіңіздер. Мәдени ауылында ашылған жаңа әлеуметтік нысан Түркістан серіктестігінің әріптесі Қазақ құрылыс компаниясының қолдауымен салынды. Бұл шараға керемет ауыл тұрғындары үшін, әсіресе жас балдар, немерелеріміз үшін барлығында үлкен керемет шара болды. Міне қаншама қуанышын сыйлап, жүздерінен балалардың күлкі сыйлап отқан айналайын барлықтарына табысты, мерекелі, әрқашан осындай жақсылықтарды көруге нәсіп етсін. Төле би ауданының орталығынан шалғай орналасқан Мәдени ауылы электр станциясы салынып жатқан аумаққа бар жоғы бірнеше шақырым жерде орналасқан. Ауылдың инфрақұрылымын жақсарту мен абаттандыруды қажет ететін тұстары көп. Ауылымызда балалар ойнайтын алаңшалар, ішінде қариялар ойнайтын алаңшалар салып жатыр. Өзі мәдени елді мекен ауданнан өте тысқары ауыл. Бірақ тысқары ауыл болсақ та үлкен өкіметте отырған адамдардың назарында тұрады екенбіз. Оған қуаныштымыз. Осы құрылысты басқарған ұжымдарға рахмет айтамын. Денсаулықтары зор болсын. Осындай қазақтың марқасқа жігіттері аман болсын. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Мына өзіміздің елде салынған ойын алаңдарымыз құтты болып, жастар өсіп өне берсін. Ұнады, күшті, зор екен. Маған да ұнады. Осын салып бергендеріңізге рахмет. Осын салып берген ағаларыңызға көп рахмет. Көп жасаңыз. Жаңа әлеуметтік нысанның аумағы шамамен 250 шаршы метрді құрайды. Алаңда балалар аттракциондары, ашық аспан астындағы жаттығу құралдары және демалуға арналған орындар қарастырылған. Кішкентай балапандарға арналған енді алаңша тек қана денсаулыққа пайдалы болсын, үлкен кісілерге де енді осы алаңша тек қана қуандарта берсін біздің кішкентай балапандарымызды. Қайырымдылық көмек тек балалар алаңымен шектелген жоқ. Қазақ құрылыс компаниясы Мәдени ауылында ұзындығы шамамен 920 метр қауіпті жол бөлігін жарықтандыру жұмыстарын жүргізді. Сонымен қатар жұмысшылар Ақсу өзені үстіндегі көпірдің сенімділігін бекітуге арналған бетон құрылымдарын орнатты. Енді ауыл тұрғындарының үйге оралуы әлдеқайда қауіпсіз бола түсті.